Ladies and gentlemen, it's time for co-main event of the evening. Weighing in 77 kilogram. Ladies and gentlemen, let me introduce two fighters. Introducing you first and fighting out of the blue corner. His stand 175 centimeters tall. Official weighing in 77 kilogram. He's 21 years old, representing Strong Fight Club. He is a K1 and MMA Uzbekistan national champion. He's a kickboxing Asian champion from Uzbekistan. Please welcome Babur Gorilla Abdulaziz. Ladies and gentlemen, introducing his opponent in fighting out of the red corner. His stand 175 centimeters tall. Official weight in 77 kilogram. He's 33 years old, representing Naiman team from Almaty. He is a WBK APFC organization champion. Professional record 24 win, 7 defeat. From Almaty, Kazakhstan. Qarsalingizlar, Quvvat Naiman Khamitov. Your referee, chart action, Askhar Shandostega. Жауынгерлер, мен тыңдаймыз. Ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Белсенді қорғанамыз. Тоқта дегенде жұмыстың бәрін тоқтатамыз. Қол алыңыз. Бұрыштарыңызға. Абдулазизов Бобур, Қуат Хамитов, Co-Main Event, алғашқы раунд. Жартылай орта салмақ. 77 келі, реферийдің рұқсатын алу ғана қалды. Өте қызықты жекпе-жектердің бірі болмақ. Изначальным соперником Куата должен был стать Акоп Степанян, но, к сожалению, этот поединок, точнее, этот боец вынужден был сняться. Причины вы знаете, если не знаете, обязательно найдите в социальной сети Миргин Fighting Championship и узнаете о причинах. А прямо сейчас на коротком уведомлении вышел Бабур Абдулазизов. Қуат енді бірден күресетін болады, онысы түсінікті. Абдулазизов стилі кикбоксинг, сондықтан барлығымызда түсініп тұрмыз. Күрестен аулақ болады. Осыдан 2 апта бұрын өткізген жекпе-жегінен ақ Бобурдың осал тұстарын көрген едік. Әділ Боранбаев қарсы жекпе-жегін Қуатты міндетті түрде қарап шыққанына еш күмәніміз жоқ. Әділ Боранбаев Абдулазизовты қалай ұту керек екенін көрсетіп кеткен болады. Бірден қысым көрсетуде. Бірақ шабуылдарын ойланып барып жасайтын болады. Абдулазизов сәл жақындап кетсе, Қуат күресе кететінін түсініп отыр. Но обратите внимание, что здесь сразу же не стал проходить в ноги, переводить бой в партер Куат, как это было ранее. В его предыдущих выступлениях в рамках Мирген FC решил провести некоторое время в стойке. Но на самом деле и ударная техника Куата также на достаточно хорошем уровне. Пока что Бабур сам не инициирует атаки, только лишь изредка выбрасывает лоу-кики. Оу, отлично сейчас была задумка от Бабура. Соққылар ауыр. Правым оверхендом пытался достать подбородок Куата. Қуат қазір одан бетер күреске ұмтылатын болу керек. Күресе кетсе басымдылық болады, біз бұны түсініп отырмыз. Тағы да фронт кик. Өте жақсы қысым көрсетуде. Абдулазизов. Оу, попадает теперь сам Куат слева. Міне, алғашқы. Как раз таки первый проход. Еш қиындық үстіне бір аяқтан ұстап Қуат алды, қарсыласын қазір енді жақсылап тұрып партерден мұжғылауға тырысады. Хамитов одан кейін қылқындыру не ауырту әдісін жасауға жол іздейтін болады. Ал Абдулазизов бұл жерде міне. Ручной треугольник. Қолмен үшбұрыш әдісін жасауға талпынатын болады. Жоқ, шыға алмай қалды Абдулазизов, бірақ
Ой, жақсы еді. Full mount. Қақпасының үстіне де отырып үлгерді. Енді тоқындыру әдісі емес, қазір соққы жасап. Здесь даже Қуат может и удосрочить ударами сверху. Иә. Позиция шынымен де қауіпті. Бірақ әзірше асығар емес, байқасаң Қуат Хамитов. 2 минуты до окончания первого раунда. Подключил локти, наносит удары локтями, пытается оттянуть. И снова, я так понимаю, выйдет на ручной треугольник. Все-таки. Абдулазизов бұны түсініп отыр. Бұлай тіпті иықпен қазір тоқындыру әдісін жасауда бұл жерде. Нет, не удалось. Вон флюге ұқсас бір әдістеуге болатын шығар. Воздействие на шею Байқасаң, Қуат қатты соққы жасауға ұмтылмайды бұл жерде. Міне тағы да қазір. Я так понимаю, он ищет все-таки возможность провести удушающий прием в любом случае. Міне тағы да талпынып көретін болады. Тіпті капасын даже вытащил капу Бабур. Как вам такое? Жоқ, бұл қайтадан орнына салған екен капасын керісінше. Баспен көмектесе алмай жатыр. Бұл жерде Бабурдың қолын сәл жоғары көтеру керек. Міне біртіндеп жақындап келе жатыр әдіс жасауға. Да, сейчас полноценный теперь уже. Жоқ. Міне енді Қуат Хамитов тоқындыру әдісін жасай алады ма соңына дейін. Готов, я так понимаю, уже сдаться. Бабур, удастся ли за минуту до окончания первого раунда провести удушающий прием? Жоқ, арқасына жатқызу керек. Бұл жерде толықтай тоқындыру әдісі жүріп жатыр. Да, здесь, наверное, полноценного воздействия на шею уже нет. Иә, арқасына жатқызу керек толық. Міне көрдің бе? Не удалось. Желкеден салып жүрген сияқты соққыны рефери ескерту берді. Міне, жақсы позиция бар, бірақ соққыға көп жасағысы келмейді сияқты, иә? Мейірімді Қуат. Қазір міне енді бірнеше мәрте тоқындыра алмағаннан кейін соққы жаудыруға көшті. Тағы да, бірнеше жауапсыз соққы. В пассивной защите находится Бабур. Может рефери остановить поединок. Full mount позициясына қазір толасыз соққылар. Тіпті шынтақта кетті. Рефери ескерту берді. Раунд закончился. Гонг спас Бабура. Гонг құтқарды, иә. Когда последний раз Қуат дрался во втором раунде в своих поединках? Осыдан 2 жылдай бұрын Марик Пираевқа қарсы жекпе-жекте 5 раунд өткізген болатын. Содан бері бір ғана жекпе-жек өткізген ММА-де бірінші раундта аяқтаған болатын. Поскользнулся здесь. Бұндай да болып тұрады, әрине канвастың үстінде сәл су қалғанда шығар. Қазір барлығын жөнге келтіргеннен кейін жалғастыратын боламыз. Абдулазизов қазір Қуаттың сәл шаршай бастаған сезген болу керек, бірден қысым көрсете бастады. Жаңғы қылқындыру әдістеріне ground and poundқа көп энергия кетірген болады. Біз бұны түсініп отырмыз, бірақ әлі бұндай бір ауыр демалып жүр деуге келмейді. Да, сигналов к тому, что Қуат устал, пока что нет. Снова поскользнулся.
ары қарай жалғастыруға болады, 1 минуттай уақыт. Да, просто Кулата не нужно идти в синий угол. Кулат не надо. Да, не стоит наступать туда. Ну, ребята протерли, поэтому все нормально. Обратите внимание, как включился Бабур. О, слева, кажется, был удар. Тейкдаун бірден. Но Кулат все-таки опытный парень. Міне тағы да қазір арм триангл чоук деп аталатын әдісті қайталап Более көрмекші. 30 поединков за спиной Кулата Хамидова, поэтому его просто так, наверное, не возьмешь вот таким вот прессингом, напором. Жалпы бұл әдісті Қуаттың орындауында біз жиі көреміз. Бұны мойындауымыз керек. Арсеналындағы партердегі Коронный прием. Басты бір қаруларының бірі. Бұған ешкім мәлім жоқ. Міне көрдің ба, иықпен қазір кәдімгідей қарсыласының басын езгілеп тастады. О, свипует Бабур. Что произошло? Не болды? Что произошло? Что произошло у нас? Почему остановили? Почему? Чем не дал? Торын ұстаған сияқты бұл жерде. Абдулазизов. Абдулазизов. Әдіс жасаған кезде торды ұстап алған сияқты. Ну, Абдулазизов считает, что у него была выгодная позиция, и поэтому... Келісті ары қарай жалғастыруға. Поэтому Бабур, конечно, недоволен. Атыраудың жанкерлері бір ғана реакциямен қазір Абдулазизовті жекпе-жекке қайтарып үлгерді. Здесь, наверное, тоже не... Бірден. Алға ұмтылды, қазір көбірек соққы күтеміз Абдулазизовтен. Лоу-кик. Барлығы дұрыс. Отличный такой по внутренней части бедра. Тым болмағанда 3 соққыдан тұратын шабуылдар жасаса. Қатты жақындар келмейді, байқасаң Абдулазизов. Лоу-кик. Өте жақсы, тағда. Неужели второй раунд Бабур может выиграть? Более активен он во втором раунде. Қуат әрине талпын айтып үлгерген жоқ, бір аяқтан ұстады және... Ну, у Бабура абсолютно отсутствует защита от тейкдаунов. Из 3 попыток все 3 пропустил Бабур. Міне тағы да қолды мойынға салды. Сақ болу керек бұл жерде желкеден соққы жасауға болмайды. Міне тағы да сол әдіске салуда қазір Хамидов. Бірақ Абдулазизов бұл әдістерден қорған алатынын көрсетті. Меньше минуты. Қазір көңілін басқа бір позицияға, басқа бір әдістерге аударған дұрыста шығар. Тым болмағанда соңғы 40 секунд қазір дәл осы басымдылықты сақтап, қарсыласын партерде ұстап қалуға тырысуы керек. Міне тағы да. Маунт. И опять у нас повтор первого раунда. 30 секунд остается. 30 секунд уақыты бар. Қуаттың соңына дейін жеткізе алады ма? Жоқ. Абдулазизов қарсыласына кәдімгідей жабысып алған. Шабуылын ары қарай өрбітуге ешқандай да мүмкіншілік бермейтіні анық. Жоқ. Қуат шынымен де Абдулазизовтың стиліне бір бейімделе алмаған сияқты. Дегенмен қолдан келіп жатыр күресу, бірақ аяқта тұрып айқасқан кезде не болғанын көрдіңіздер. Дәл осы күрестің арқасында қазір Найман басымдылыққа ие. Сәл күреске тойтарыс бере алғанда Абдулазизов жекпе-жек басқаша өрбіп кетер еді, әрине. Тағы да позиция. С этим сложно не согласиться. Вот если бы защищался от борьбы Бабур, от переводов, то в стойке доставлял он проблем на самом деле. Қылқындыру әдісін жасауы мүмкін бұл жерде Хамидов. Уақыт тапшы, бірақ уақыт аяқталуға да жақын қалды ғой. Показывает, что все в порядке у Бабура. Нет проблем абсолютно никаких. Призывает к активности. Уақыт аяқталған сияқты еді ғой. Әлде
Міне енді, иә. Біз қате есептедік қой. Міне тізенішке салып қазір тағы да әдіс жасап көрмекші. О, Валентина от Хвата. Последние секунды. И сдался Бабур. Последние секунды второго раунда. Хуат Хамидов оформляет удушающий прием и заканчивает этот поединок досрочно. Улучшает свой рекорд до 25 побед профессионала.